Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін тандыр самсаны үй жағдайында қазанда пісіретін боламыз. Алдымен газдалған сусын, жұмыртқа, тұзды салып, ерігенше араластырып аламыз. Содан соң оны салып, қамыр елеміз. Қамырымыз қатты жұмсақ немесе қатты болып қалмау керек. Қамырымыз осындай болып шығады. Бетін шашықпен жауып, кесемен бастырып 10 минутқа қойып қоямыз. Содан соң бір қайтара елеп, және 10 минутқа қойып қоямыз. Енді қамырымызды екіге бөліп, дөңгелектеп, және 5-10 минут демалдырып қоямыз. Бетін жабуды ұмытпаңыздар. Қамырымыз дайын. Енді бір-бірлеп жайып бастаймыз. Бірінші суаланы жайып болдық. Енді бетіне кез келген сармайды ерітіп, осылай барлық жеріне жағып шығамыз. Содан соң шетінен бастап, дәл видеодағыдай ораймыз. Ораған қамырымызды бір шетке қоя тұрамыз. Келесі қамырымызды жайып, бетіне майымызды жағып, жаңағы қамырымызды үстіне қойып, тағы да ораймыз. Оралған қамырымызды салафанға салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Осы арада салмасын дайындаймыз. Ұсақтап туралған ет, құйрық май, пияз, дәміне қарай түрлі дәмдеуіштер, су кішкене және сұйық майдан да кішкене құйып, барлығын араластырамыз. Салмасы дайын. Енді жаңағы тоңазытқыштағы қамырымызды алып, кесеміз. Бұл қамырды күнделікті істейтін самсаның қамырынан үлкендеу етіп кесіп аламыз. Қамырымызды бір-бірлеп дөңгелектеп шығамыз. Бір-бірлеп жайып шығамыз. Осылай оқтаудың көмегімен ортасын қатты баспаймыз. Міне осындай болып шығады. Қамырымызды жайып, салмамызды осылай теңдей етіп бөліп салып алыңыздар. Содан соң видеодағыдай самсамызды түйіп бастаймыз. Осы кезде арасында қазанымызды баяу отқа, газымызға қойып қоямыз. Қазанымыз қызып дайын тұр. Енді самсамызды жұмыртқаның ағына осылай балап аламыз. Содан соң қазанымызға жабыстырып,
15 секундтай ұстап тұрамыз. Асты жабысқанша ұстап тұру керек. Қазанымызды өте баяу отта қойып қойыңыздар. Барлығын жабыстырып болдық. Енді жұмыртқамыздың сарысын бетіне жағып шығамыз. Енді екі саусағымыздың көмегімен жұмыртқаның ағына батырамыз. Содан соң күнжітке батырып, осылай самсаның бетіне жабыстырып шығамыз. Қазанның бетін жабамыз. Әр 15 минут сайын бетін ашып, осылай суын сүртіп тұрамыз. Бұл самса өте баяу отта 1 сағаттай пісетін самса. Самсамыздың түбі қызарып пісті. Енді төңкереміз. Беті пісу керек. 20 минуттай қойып қоясыздар. Міне беті пісті. Содан соң пышақтың көмегімен осылай бір-бірлеп аласыздар. Самсамыз дайын, дәмі өте керемет болып шықты. Кәдімгі тандырда пісетін самсадан еш айырмашылығы жоқ. Жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта осындай дәмді ас мәзірімен бөлісіп отырамын. Сіздермен болған Жансая.